Баршаңызға сәлем, есімім Гүлнұр, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге кез келген шаймен өте дәмді кететін, бір шаймен жоқ болатын тәтті бәліш жасайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бос ыдысымызға 5 дана жұмыртқамызды 200 грамм қантты салып, миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Және оның үстінен шым-шым тұз салып, жақсылап аппақ көбік болғанынша араластырып алу қажет. Міне, массамыз аппақ көбік болды, ал енді оның үстінен 150 грамм сұйық майымызды құйып, қайтадан араластырып аламыз. Содан соң оның үстінен 150 грамм айранды құямыз және тағы да араластырамыз. Шамамен 450-500 грамм ұнның үстінен 10 грамм қопсытқышты араластырып алдым. Және массаның үстінен ұнды 2 бөліп салып, жақсылап араластырып алдым. Массамыз бір келкі қою болғанынша дәл осылай араластырып аламыз. Осылайша массамызды дайындап алдық. Ал енді 300 грамм творогтың үстінен бір дана жұмыртқамызды және 3 ас қасық қант ұнтағын салып, блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Езіп алған сүзбемізді арнайы қапшыққа салып дайындап аламыз. Дайындап алған массамызды арнайы формамызға пергамент қағазын төсеп, және осы массамызды сол формамызға құямыз. Дайын болған массамыздың үстінен арнайы дайындап алған сүзбемізді дәл осы видеодағындай орналастырып шығамын. Дәл осылай қасықтың көмегімен тегістеп алуға да болады. Міне осылайша массамызды дайындап алдық, ал енді 180 градуста қызып тұрған пешімізге шамамен 40-45 минутта пісіріп алатын боламын. Міне уақыт өтіп, пешімізден бәлішімізді шығарамыз. Пісіп дайын болып қалды, өте керемет болып көтерілді. Әп-әдемі, хош иісті, тәп-тәтті бәлішіміз дәл осылай дайын болды. Арасы піскенін дәл осылай таяқшаның көмегімен тексеруге болады. Міне қолымызға жабыспайды. Ал енді формамыздан бәлішімізді шығарамыз. Дәл осылайша биік болып көтерілетін, бір жасағаннан-ақ керемет болып шығатын пирогтың рецептісі керек болса, дәл осы видеодағындай сіз де жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай, әрі тез дайын болатын
пирогтың рецептісі ұнаған болса, төменге пікір жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар және Гүлнұр Ақберді каналына тіркеліп, маған қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын!